Қайырлы күн достар, сіздермен Айғаным, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығатын кекс дайындап көрсетемін. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге қаймақ, қант, сары май, сұйық май, жұмыртқа, ұн, қопсытқыш керек. Ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, үстіне қант салып, миксермен ағарғанша 2-3 минут жақсылап араластырып аламыз. Мен шамамен 3 минутта араластырдым. Енді үстіне қаймақты саламыз, сары май мен сұйық майымызды салып, миксермен тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды електен өткізіп, 2 бөліп саламыз. Міне менің қамырым дайын. Енді кекстарды осындай арнайы силиконды формаға салып шығамын. Бұл форманы майлаудың қажеті жоқ. Шамамен үлкен қасықпен 3 қасықтай салып шықтым. Мен пешімді алдын ала 180 градусқа қыздырып қойдым. Енді кекстарымызды 30-35 минуттай беті қызарғанша пісіріп аламыз. Кексіміздің піскенін ағаш таяқшамен білуге болады. Міне біздің кекстарымыз дайын болды. Мен силиконды форманы майлаған жоқпын. Жабыспай кексіміз әдемі болып шықты. Енді бетіне қант ұнтағын сеуіп шығамын. Біздің кексіміз өте жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.